Сәлем, менің атым Олег. Бүгін мен сізге постердегі статистикамен қалай жұмыс істеу керектігін айтамын. Бұл үшін постердің әкімші тақтасында статистиканың жеке бөлімі бар. Мұнда сіз өзіңіздің мекемеңіздің негізгі көрсеткіштерін, кіріс, пайда және статистиканы қадағалайсыз. Оны ретімен анықтайық. Әкімші бақылау тақтасына кірген кезде сізде сату статистикасы қойындысы болады. Бұл сіздің мекемеңіздің жалпы сату есебі. Беттің жоғарғы жағында сіз бүгінгі күннің статистикасын көресіз. Күні, кірісі, бір күндегі жалпы сатылымы, пайдасы, кірісі мен өзіндік құны арасындағы айырмашылық. Бүгінгі күні жабылған чектер саны, келушілер саны және бір күндегі орташа чек. Бірінші графикте бүгінгі блокпен бірдей сандар көрсетілген, бірақ бір күнде емес, көрсетілген уақыт аралығында. Мысалы, апта бойынша маусым айындағы пайда кестесін қарастырайық. Бұл диаграммада сіз сатылым статистикасының өсуін немесе төмендеуін көре аласыз. Диаграмманың кез келген нүктесін, мысалы, 16 маусымды көрсетсеңіз, 16 маусымдағы кірістің қандай болғанын бірден көре аласыз. Нүктені басыңыз, сонда сіз сол күнгі тексеру статистикасына өтесіз. Одан да төменірек төлем әдістерінің статистикасын көресіз. Ол сізге қолжетімді төлем құралдарының қайсысы жиі қолданылатынын анықтауға көмектеседі. Егер сіздің мекемеңіз алып кетуге немесе жеткізуге тапсырыс берсе, төлем әдістерінің жанына тапсырыс түрі бойынша статистика қосылады. Сондай-ақ, бұл бетте мекемеңіздің жұмыс уақыты бойынша сату кестесі бар. Оның көмегімен ең үлкен және ең аз жұмыс уақытын білу оңай болады. Ол сондай-ақ қызметкерлердің жұмыс кестесін дұрыс құруға көмектеседі. Мысалы, кешке келушілер саны күндізгіден бірнеше есе көп болса, сол уақытта сізге көбірек аспаздар мен даяшылар қажет. Оның жанында кесте бірдей, бірақ аптаның күндері бойынша. Беттің төменгі жағында осы кезеңдегі ең көп сатылған өнімдердің тізімі берілген. Бұл ақпаратты сатып алуды жоспарлау және акцияларды жасау үшін пайдаланыңыз. Мысалы, ыстық кезеңде ол танымал пицца американоға айналды. Мекемеде оны дайындауға жеткілікті ингредиенттер бар екеніне көз жеткізу керек. Арнайы сату кестесін көру үшін өнім атауын басыңыз. Бұл тағамның бізге қанша пайда әкелетінін және қай уақытта көбірек тапсырыс берілетінін білу пайдалы. Өнім статистикасы қойындысына өтіңіз. Сонда сіз барлық өнімдеріңіздің сатылымы туралы статистиканы көресіз. Бұл сіздің барлық элементтеріңіздің тізімі, сол карталар және олардың модификаторлары бар кез келген нұсқалары. Бетте көрсету үшін қажетті бағандарды таңдаңыз. Мысалы, сатылған өнім саны. Белгілі бір өнімді жылдам табу үшін іздеуді пайдаланыңыз. Ал өнімдер тобы үшін сүзгілерді орнатыңыз. Мәзір санатын таңдаңыз. Егер сізде бірнеше орын болса, біреуін немесе бірнешеуін таңдаңыз. Оның не сататынын жиі көру үшін даяшыны таңдаңыз. Егер сіз фискализациямен жұмыс істеп жатсаңыз, тізімді фискалдық және фискалдық емес тауарлар, сондай-ақ фискалдық қайтарылған тауарлар бойынша сұрыптаңыз. Немесе сүзгіңізді жасаңыз. Мысалы, пайда келмейтін тауарлар. Ол үшін пайданы таңдаңыз және нөлден аз. Осылайша сіз кез келген сүзгіні жасай аласыз. Тұтынушылар статистикасы бетінде тұтынушыларыңыз туралы барлық статистика сізге қолжетімді. Сізді қызықтыратын бағандарды таңдаңыз. Тұтынушы туралы ақпарат немесе олармен байланысты сатылымдар. Егер сіздің мекемеңізде адалдық бағдарламалары орнатылған болса, клиенттер тізімін бонустық немесе жеңілдік топтары бойынша сұрыптаңыз. Мысалы, жаңа клиенттер. Ол туралы егжей-тегжейлі статистика бетіне өту үшін тұтынушының атын басыңыз. Мысалы, ол нені жиі сатып алатынын және сіздің мекемеңізде соңғы рет қашан болғанын білу үшін. Беттің төменгі жағында сіз сол клиенттің барлық чектерін көресіз. Белгілі бір чекпен жасалған барлық әрекеттерді көру үшін оқиғаны басыңыз. Чек туралы мәліметтерді көру үшін шот фактураны басыңыз. Егер сіз өзіңіздің мекемеңізде үстелдерді пайдалансаңыз,
Постерде олардың әрқайсысында сатылымдар туралы толық ақпарат бар. Кестелер статистикасы қойындысында сіздің барлық орындарыңыз бен залдарыңыздағы барлық үстелдер көрсетіледі. Бұл залдың орналасуын өзгертуді таңдасаңыз, сондай-ақ үстелдерді даяшылар арасында бөлу кезінде пайдалы болуы мүмкін. Дұрыс кестені жылдам табу үшін тізімді залдар бойынша сүзіңіз. Мұнда сіз бір кезеңдегі қонақтар мен чектердің санын, бір күндегі қонақтардың орташа санын, орташа чекті, әр үстелдің айналымын, оның пайдасын көресіз. Ол туралы егжей-тегжейлі статистика бетін ашу үшін кесте атауын басыңыз. Бизнесіңізді тиімдірек басқару және кез келген өзгерістерден хабардар болу үшін мекемеңіздің әртүрлі бөліктерінің егжей-тегжейлі статистикасын қадағалаңыз. Күндеріңіз сәтті өтсін және сатылымдарыңыз керемет өтсін.